Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз балалар. Сабағымыздың мақсаты дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну, сөздерді дұрыс оқуға үйренеміз. Балалар, мына өлең жолдарын мен оқимын, мұқият тыңдап отырыңдар. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз. Ендеше мына суретке назар аударып қарайықшы балалар. Суретте не берілген? Аю, ою. Аю, ою. Аю, түлкі, ою. Жарайсыңдар балалар. Аю сөзінде бізге А әрпі таныс, ендеше ю әрпі бізге таныс емес екен. Ою сөзінде де О дыбысын біз білеміз, ю дыбысын танымайды екенбіз, білмейді екенбіз. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ю дыбысы мен әрпі болып табылады. Ю дыбысы балалар дауысты дыбыс екен. Сөздің басында, ортасында және соңында кездеседі. Ю дыбысы И және У дыбыстарының қосылуынан пайда болған дыбыс екен. Ю орыс тілінен енген сөздерде кездеседі екен көбінесе. Мына видеоны көріп тамашалайық. О, ию. Қысқа И, У дыбыстары естілгенімен жазғанда ю әрпі жазылады. Ю әрпі қазақ сөздерінде де, орыс тілінен енген термин сөздерде де жазыла береді. Ю қос дыбыстың таңбасы. Ию, ую. Ию, ую. Ю, үйу, үйу. Жаю, жаю. Кею, кею. Қою, қою. Ою, ою. Қазақ тіліндегі сөздерде И әрпінен соң У жазылмайды, Ю әрпі жазылады. Қи, қию. Ки, кию. Ти, тию. Есіңде сақта. Ал ю әрпі жазылмай, ию, қысқа И, У дыбыстары естілуі бойынша жазылатын сөздер. Киюана, аюан, хайуанат, хиюа, миюа. Артық сөз сөйлемейміз. Аю, ою, ойю, қию, қою, түйю, сүйю, көю. Яғни ю дыбыстары сөздің соңында кездесіп тұр екен. Білсең де И мен жай уды жаза алмасең, аюды, ойу, тойу, қоюға, ұмытпа ю қоюды. Балалар, ю дыбысы біздің құлағымызға И және У дыбысы болып естіледі екен. Ал жазған кезде бір әріпті ғана жазамыз, ю әрпін ғана жазамыз. Балалар, мына ребусқа назар аударайықшы. Сан және әріп тұр, соларды қосып оқу арқылы сөз шығарамыз. Біріншісін кім оқып береді? Алты деген сөзге Н әрпін қосамыз. Алты, жарайсың. Келесі сөзді кім оқып береді? Тамаша, Диас. Келесі сөз? Жарайсыңдар, күш. Келесі? Сона. Жарайсың. Сонысы? Жүзім. Тамаша балалар. Ендеше? Кел ойна. Мінерде түсіп қалған әріпті әріпке қосып оқимыз. Біріншісін оқып береді. Диана оқи қой ғой. Аю. Жарайсың. Келесі? Ою. Тамаша. Келесі? Жақсы. Диас оқи қой.
Ою. Дұрыс. Ою. Хамза оқып жібер. Ю. О, Ою. жарайсыңдар балалар. Ендеше бүгін біз дәптерімізге ю әрпінің қалай жазылу емлесімен танысамыз. Дәптерімізге ю әрпін жазып үйренеміз. Балалар, сонымен ю дыбысы сөздің қай жерлерінде кездеседі екен? Жарайсыңдар. Ю әрпі қалай естіледі? Дұрыс. Екі дыбыс болып естіледі екен. Ендеше шалқаю сөзінде балалар 6 әріп, 7 дыбыс бар екен. Есіңе сақтап алыңдар балалар. Сөздегі и, у дыбыстары естілгенімен, жазуда олардың орнына ю әрпі ғана жазылады екен. Ою, аю. Тамаша, жақсы. Балалар, бүгінгі сабақтан қандай көңіл күй болды сендерде? Егер де алманы алатын болсаң, бәрін түсіндің. Шиен алатын болсаң, әлі білгім келеді. Ал пиязды көмекті қажет етеді. Жарайсың, Хамза. Балалар, барлықтарына рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Балалар, рахмет. Бүгін сабаққа сондай жақсы қатыстыңдар. Сабағым аяқталды.